Песочный самсаның тестасының қамырының рецептімен бөлсемін. Суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды, 2 жұмыртқаның ағы, 1 сарысы. Кішкене уксус, яғни сірке суын қосамыз да, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша осылай араластырып аламыз. Енді біз қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнымызға майымызды өткіштен өткізіп, осылай араластырып аламыз. Үстінен жаңағы массамызды құйып, жұмсақтау қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай қамыр болып шықты. Пакетке салып, 3 сағат көлемінде холодильникте қалдырамыз. Егер асығыс болсаңыз, онда морозилникке салып қатырып алсаңыздар болады. Үстінен ұнымызды сеуіп отырып, дайын қамырымызды